Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі біздің патриоттық сағатымыз Қазақстанның мемлекет қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, ғылым академик, шет ел ордендері мен медальдерінің иегері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 110-шы жылдығына арналады. 1912 жылдың 12 қаңтарында Алматы қаласында қызметкерлер отбасында дүниеге келген. Ол жасынан оқу білімге аса зерек болады да. 1930 жылы Мәскеу қаласындағы түсті металдар мен алтын институтына оқуға түседі. Болашақ ғалым еңбек жолын Балқаш мыс комбинатының Қоңырат кенішінде бұрғылау станогының машинасы болып бастайды. Одан цех бастығы, сол кеніштің бас инженері, кейін директоры болып қызмет атқарады. Қиын да қызығы мол еңбек жолында жас жігіт онды солын таниды. Өз ісіне мығым, табынды, байсалды азамат болып қалыптасады. Алтай полиметалл комбинатында Бейдер кенішінде Ренингор кен басқармасында басшы қызметтер атқара жүріп, ғылым саласында да еңбектенеді. 1968 жылдан техника ғылымдарының докторы. Қонаев өмірінің 45 жылға жуығын ел басқару ісіне арнады. 25 жылдан аса Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызмет атқарды. Осы жылдарда республикамызда жаңа өнеркәсіпті аудандар қалыптасты. Табиғатында сабырлы, ешкімге қатты сөйлемейтін Демекеннің адалдығы, адамгершілік қасиетінің жоғарылығы бір бөлек әңгіме. Асыл азаматтың көп жылдар бойы өз жалақысын балабақшаға аударып тұрғаны кейіннен мәлім болған. Қонаев 3 рет социалистік еңбек ері атағын алды. Өмірінің соңғы жылдарда ел ішін аралап, көптеген қызықты кездесулер жасады. Олайша өзін халық ақсақалы ретінде танытты. Қазақстан өте бай ел. Өте мықты күшті өндірісі бар. Өте мықты ауыл шаруашылығы бар. Одан басқа дайындалған өте үлкен мамандары бар, ғалымдары бар.